Ассаламу алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын духовкада пирожки пісіретін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыз: 10 жылы сүт және де су, ашытқы, сұйық май, картошка, сарымсақ, жұмыртқа, дәміне қарай тұз және де бұрыш қажет. Ең алдымен бізге осылай суымызға, яғни картобымызды пісіріп алуымыз қажет болады. Келесі ыдысымызға жылы суымызды, сүтімізді, сұйық майымызды және де ашытқы мен тұзымызды салып, араластырып, ұнымызды біртіндеп салып, қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды кішкене араластырып болғаннан кейін, келесі яғни қолымызбен қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды яғни қатты қылмаймыз, жұмсақ қылып, бостау илеуіміз қажет болады. Келесі бөлме температурасына көтерілгенше қойып қоямыз. Енді сарымсағымызды турауға кірісетін боламыз. Сарымсағымызды осылай 4 бұрыштап, яғни ұсақтап турауымыз қажет болады. Қорған кезде өте тез қуырылатын болады. Енді сковородкамызға сарымсағымызды қуыруға кірісетін боламыз. Сарымсағымыз қуырылып болғанша ыстық күйінде, яғни картобымызды езуге кірісетін боламыз. Оған яғни қуырылған сарымсағымызды дәміне қарай тұз, қара бұрышымыз салып, барлығын араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді 2 бөлікке бөліп, әр бөліктерін осылай 4 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Доскамызды майлап, қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Салмасын салып, пирожкимізді жасауға кірісетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай мен түйіп, пирожкимді жасап шықтым. Яғни барлық пирожкилерімізді дәл осылай жасап шығамыз. Маған салмасын, яғни толтырып салған ұнайды. Пирожкилерімізге жұмыртқамызды жағып, духовкамызға 150 градуста 40 минуттай пісіреміз. Міне біздің духовкада піскен пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша салып пісіре берулеріңізге болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.